Сәлеметсіздер ме 10-шы сынып оқушылары. Бүгін біз жаралыстану математика бағыты бойынша шығарыңдар есептерінің 139-шы бетін шығарамыз. Есептерді толық түсіну үшін видеоны соңына дейін қараңыздар, және де сұрақтарыңыз болса комментария қалдырсаңыздар болады. Каналға тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Есептен бастап шығарамыз. Су көлденең қимасы өзгеретін көлденең түтіктен өтеді. Оның кең бөлігіндегі ағын жылдамдығы 20 см/секунд. Тар бөлігінің диаметрі құбырдың кең бөлігінің диаметрінен 1,5 есе аз дейді. Енді бізге тар бөлігінің жылдамдығын табуымыз керек. Так, мына жерде бізде сантиметр/секундпен берілген. Бұны біз метр/секундқа айналдырсақ 0,2 метр/секунд болады екен. Енді жалпы бізде формула S1 V1 тең S2 V2-ге тең. Енді бұл жерде бізде ауданның формуласы, ол шеңбердің формуласына тең болады. S1 бізде тең болады пи R1 квадратқа. Енді бізде мына жерде радиустың орнына біз диаметрді сипаттап жазуымыз керек. Жалпы радиус ол бізде диаметрді 2-ге бөлгенге тең. Сондықтан бізде пи R1-дің орнына мынаны қойсақ болады, 1 бөлінген 5-ді 2-ні. Сонда 1 бөлінген 5-ді 2 бөлеміз 2-ге, осының квадраты. Осы бізде аудан болады S1. Енді орындарына қойып, мына формуладан V2-ні тауып аламыз. Сонда V2-міз тең болады S1 V1 бөлінген S2. Енді S1-дің орнына мына формуланы қоямыз. Сонда пи 1,5-ді квадрат бөлінген 4 көбейту V1 бізде 0,2-ге тең. 0,2 бөлеміз S2 бізде пи ді 2-ның 4-ге бөлгенге квадратының тең. Енді осыларды ықшамдаймыз. Бұл жерде пылар кетеді, мына жерде 4 кетеді, және д квадраттар кетеді. Сонда мына жерде былай болады. Сонда 1,5-дің квадраты көбейту 0,2 болады. Сонда бізде жауап 0,45 метр/секундқа тең екен. Осыны сантиметр айналдырсақ 45 сантиметр/секундқа тең болады. Жауабы осы. Есеп шығарамыз. Диаметрі 40 см болатын көлденең газ құбырының жылдамдығы 50 см/секундқа тең дейді. Енді жіңішке бөлігінің жылдамдығы 1,75 метр/секунд. Енді жіңішке бөлігінің диаметрін табуымыз керек. Д2-ні. Бірінші мына жерде халықаралық бірліктер жүйесіне айналдырамыз. 40 см дегеніміз ол 0,4 метрге тең. Өйткені бізде 1 метрде 100 см бар. Сол үшін мына жерде 100-ге бөлеміз деген сөз. Мына жерде 50 см/секунд ол бізде 0,5 метр/секундқа тең болады. Енді бізде формуламыз S1 V1 тең болады S2 V2-ге. Енді осы жерде аудандың формуласын жазамыз. S1-дікі бізде пи R квадрат. Енді осы жерге пи R квадраттың орнына D1-ді 1 бөлінген 2-ның квадраты қоямыз. Енді осыны ықшамдасақ пи көбейтеміз 0,4 бөлінген 2 и осыны квадраттаймыз. Сонда бізде жауап 0,4 пи қалады екен. Енді S2-ні жазамыз. S2 бізде пи R2-ның квадратына тең болады. Сәйкесінше, сонда пи R2 дегеніміз бізде D2-ні квадраты 2-ге бөлгенге сонда астында 4 болып кетеді. Квадраты осы болады. Енді S1-дің орнына мәндерін қойып, мына формуланы шығарамыз. Сонда 0,04 пи көбейту V1-іміз бізде 0,5 тең болады. S2 бізде пи көбейту D2-ның квадраты бөлінген 4 көбейту 1,75. Енді мына жерде бізде пилар кетеді. D2-ні мына жақшаның мына бетіне шығарамыз. Сонда D2-ның квадраты алдында мынау бар, 1,75. 1,75 көбейту D2-ның квадраты тең болады. Мына жақты пропорциямен былай көбейтіп, мына бетке шығарамыз. Бұл жерде 0,08 шығады екен. Сонда D2-міз бізде тең болады, түбірдің астында өткені квадрат болады. 0,08-ді бөлеміз 1,75-ге. Сонда бізде жауабы 0,46, түбірдің астында түбірден шығарған кезінде 0,21 шығады екен. Бұл бізде метрмен, бұны сантиметрге айналдырғанда 21 сантиметр болады екен. Жауабы осы. Есепті шығарамыз. Бізде 2 аудан берілген, S1 және S2. Енді ыдыстағы судың денге қандай үдеумен орын ауыстыратын табуымыз керек, то есть аны табуымыз керек. Бірінші бізде формула бойынша S1-міз V1 тең S2 V2 негізгі формула. Осы жерде біз жылдамдықтарды табайық. V1 ол бізде мынау судың бетінде орналасқандықтан бізде ол жерде аты болады формуласы. Ал V2 бұл бізде биіктік бар,
сол үшін GT деп алады екенбіз. Енді орындарына қоямыз. S1 көбейту AT тең S2 көбейту GT, иә. Талар кетеді. Сонда бізде A тең болады S2 G бөлінген S1-ге. Жауабы осы.